Сәлем оқушылар, алдыңғы эфирде біз осы 7-ші есептен тоқтаған едік. Енді осы жерден ары қарай жалғастыратын болсақ. Алғашқы есеп, жалпы 7-ші есеп. Шеңбердің АД және ВС хордалары қиылысады. Егер АВС бұрышы осылай, АСД бұрышы осылай болатын болса, онда САД бұрышын табыңыз дейді. Ең алдымен балалар бізде мынандай бір бұрыш шеңбер берілген екен, мынандай бір шеңбер обычный. Енді айтады, осы шеңберден АД және ВС хордалары қиылысады. Енді біз былай істейік балалар, мен АД деген хорда сызып алайын. Так, АД деген хордан давайте мен былай істейін. Мынау менде АД деген хорда болсын, е? Келесі ВС хордалар қиылысады дейді. Мынау менде ВС деген хорда болсын, міне. Мынау менде В нүктесі, и мынау менде С нүктесі болсын. Енді осы жерде айтылады балалар, егер дейді АВС бұрышы бізде 60-ға тең болса дейді. Қараңыздар, АВС бұрыш десе, мен мына А мен В-ны былай қосам да, сонда қараңыздар, АВС бұрыш деймін, мына жүр ғой балалар. Значит, бұл жер менде 60-ға тең деген сөз екен. Келесі, АСД бұрышы 70-ге тең дейді. Так, АСД десе, мен мынау А мен С-ны былай қосамын балалар. Сонымен мына Д мен С-ны былай қосатын болсам, менде мына жерде былай бұрыш пайда болады. Осы бұрыш менде балалар 70-ге тең деп берілген, е? Енді бізде нені тап дейді? САД бұрышын тап дейді. САД бұрыш деген мына жүргі балалар. САД осы бұрыштың бізден альфасын сұрап жатыр. Енді біз бұны қалай табамыз? Енді оқушылар қараңыздар, бізде мынандай бір қасиеттері бар, хордалардың, жалпы бұрыштардың. Бір хорданы керетін және төбелері хорданың бір жағында орналасатын барлық іште сызылған бұрыштар тең болады дейді. Сонда балалар қараңыздар да, мынау менде какой-то бір АС деген хорда болып тұр да, мынау менде В төбесі, ал мынау менде Д төбесі болып тұр ғой, примерно. Сонда қараңыздар, Б төбесі мен менде мына Д төбесінің бұрыштары өзара тең болады екен ғой. Сонда қараңыздар, Б төбесі менде 60 болса, мына Д төбесі тоже 60 градусқа тең деген сөз. Енді бізде не пайда болды? Мынандай бір үш бұрыш пайда болды, байқап тұрсаңдар. Мынау А, мынау Д, мынау С. Бізде С бұрышы 70, Д бұрышы 60 болып тұр, ал мына бұрыштың біздегі альфасы берілген. Енді оқушылар білеміз ғой, үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы бізде нені беру керек? 180 градусты беру қажет. Сонда бұл жерде біз альфаның қаншаға тең екенін, 50-ге тең екенін осы жерден табып алады екенбіз. Келесі есебіміз оқушылар. Жалпы келесі есепте, 8-ші есепте айтылады, квадрат дөңгелекке сызылған, егер дөңгелектің радиусы 8-ге тең болса, онда квадратты керіп тұрған қырының кіші сегментінің ауданы тап дейді. Қараңыздар балалар, бізде жалпы мынандай бір квадрат берілген. Так, мынандай бір квадрат берілген, е? Так, мынау менде А, мынау менде В, и мынау С, и мынау Д деп берілген. Айтады, квадрат дөңгелекке сызылған. Получается, бізде дөңгелек квадратқа сырттай сызылды деген сөз оқушылар, е? Міне осылай біз сырттай дөңгелек сызып қоямыз. Егер дөңгелектің радиусы, балалар бізде дөңгелектің радиусы 8-ге тең болса, онда квадратты керіп тұрған қырының кіші сегменті. Давайте балалар кіші сегмент дегенді біз мына жерде болатын болса, осы кіші сегменттің бізде ауданын сұрап жатыр. Енді оқушылар, жалпы сегмент дегенді қалай көрсетеміз? Бізде бастапқыда мынандай бір дөңгелек берілген балалар, және осы дөңгелектің центрлері арқылы біз давайте былай істеп қояйық. Қараңыздар. Мына менде О нүктесі болатын болсын, егер мен ОВ-ны қосайын, және АО-ны қосайын балалар. Иә? Сонда бізде байқасыңдар, бізде мынандай бір дүние пайда болады. Мына бізде ВО деген ол радиус, білесіздер, ВО деген радиус. Ал мына тоже А нүктесі ол тоже бізде радиус. Егер біз А мен В-ны қосатын болсақ, бізде мына жерде отрезок пайда болады, осы бізде сегментті білдіреді ол балалар. Енді бұл сегменттің ауданын табатын формуласы бар, алдыңғы сабақта көрсеткен болатынмын. Давайте біз оны ол формуласы шығаратын болсақ. Бізде жалпы мен бұл формуласыз қалай шығарам? Бізде оқушылар қараңыздар да, осы берілген сегменттің ауданын формуласын қалай табамыз? Біз былай табамыз. Бірінші ең алдымен мынандай бір дәу секторды көресіздер балалар. Міне, мынау сектор ғой, негізі дұрыс па? А, О, В деген бұл сектор. Сонда былай істейміз. Дәу сектордың ауданынан, балалар сектордың ауданынан біз азайтады екенбіз. Енді мен бұл сектордың ауданын былай өшірейін да, мынау қызылмен көрсетілген үш бұрыштың ауданын. Аршы? Ол бізде S3 бұрыш болсын. Болды. Сонда бізде мынау кішігірім отрезктің ауданын шығады ғой балалар. Хорошо? Енді бізге ең алдымен не керек? Сектордың ауданын табуымыз қажет. Ал сектордың ауданын табу үшін бізге балалар не керек? Бұрыш қажет. Енді оқушылар қараңыздар да, тек қана квадратта мынау диагональдары ғой. Диагональдар былай қиылысатын болса, олар бізде қанша градуспен қиылысады? 90 градуспен қиылысады екен ғой. Сонда бізде мына жердегі бұрыш 90 градус деген сөз оқушылар. Понятно? Егер бізде мынау R, мынау R бол бізде 4 деп ойбай 8-8-ден тең болса, 8-8-ден деп берілген негіз тең болса деп қойған 8-8. Енді қараңыздар, ең алдымен мен сектордың ауданын тапсам. Жалпы сектордың ауданын қалай табамыз балалар? Менде мынандай бір 4 ойбай шеңбер берілген.
Так, мына нүктеміз бізде О, мына нүкте А, мына нүкте В деп берілген, е. Мына бұрыш 90 және бізде радиустар 8. Және осының аудан табайық. Оның аудан балалар мен давайте жаңағы қатынастар арқылы табатын болсам, жалпы пропорция арқылы. Оқушылар қараңыздар, 360 градустағы осы шеңбердің ауданы неге тең? Пи р квадрат. R-дің орнына 8 тұр, сонда 64 пи болады екен. Енді жазам. 360 градустағы, балалар 360 градустағы, тағынан үлкейіп кетті. 360 градустағы шеңбердің ауданы неге тең? 64 пиға тең. Ал біздегі осыны тек қана мынау 90 градустағы жердің ғана ауданы қажет. Сонда осы жердегі 90 градустық жердегі ауданы неге тең? X-қа тең. Оны білмей тұрмыз. Енді пропорция орындайық. Сонда қараңыздар. Осы жерден біз пропорция орындайтын болсақ, 360x тең болар екен 90 көбейтілген 64 пиға. 90 мен 360 қаратын болса 4. 4-ті біз 64-ке былай бөліп жүретін болсақ, x тең болар екен 16 пиға. Міне балалар, мен жалпы берілген сектордың ауданын 16 пи екенін біліп алдым. Сонда қараңыздар, 16 пи азайтылған S3 бұрыш қалды. Енді берілген үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Үшбұрыштың ауданын біз былай тапсақ. Бұл енді бізде балалар тік бұрышты үшбұрыш қой бұл. Қараңыздар, бізде мынандай бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болып тұр. Так, мынау нүктеміз О, мынау нүкте А, мынау В болып тұр. Бұл жерде енді 8 болып тұр. Енді біз мына үшбұрыштың ауданын 2-ден 1 А көбейтілген В деген ауданмен табатын болсақ. Сонда тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 8 көбейтілген 8. Сонда мына екеуі қысқаратын болса, бізде 32 шығады екен. Енді сонда бұл жерде есептің жауабы 16 пи азайтылған 32-ке тең болып тұр екен оқушылар. Осы есептің жауабы. Келесі 9-шы есеп. 9-шы есепке қараңыздар. 3 шеңбер әрқайсысы бір-бірімен жанасады. Олардың центрлерінің арасын қосатын кесінділер тік бұрышты үшбұрыш болып жасалады дейді. Егер үлкен екеуінің радиустары 4 және 6 болса, онда кіші шеңберді радиусын тап дейді. Қараңыздар балалар, бізде жалпы мынандай бір 3 шеңбер өзара жанасады дейді. Біреу үлкен, біреу кіші, енді әрине. Былай сыза берейін. Так, мынандай бір 3 шеңбер өзара жанасатын болатын болса, так, осылармен бізге жанасатын, міне былай бір шеңбер сызылады. Вот так, осындай бір шеңберлер болсын. Енді қараңыздар, бұл жерде жалпы айтылады. 3 шеңбердің әрқайсысы тік бұрышты болып жанаса, центрлерін сызайық, мына центрлері міне былай болсын. Так, мынау центр О, мынау О1, мынау менде О2 болсын. Егер үлкен екеуінің радиустары дейді 4 және 6. Қараңыздар, мынау үлкен екеуінің радиустары мына жерге дейін 4, и мына жерге дейін менде давайте 6 болсын. 4 және 6 кіші шеңбердің радиусын тап дейді. Мынау кіші шеңбер О2 шеңбері болатын болсын. Және бұлар олардың центрлерінің арасын қосатын кесінділер тік бұрышты үшбұрыш болады дейді. Так, қараңыздар, сонда бізде мынандай бір не болатын болса, бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш болады дейді. Так, сонда балалар, біздегі міне мына жеріміз тік болайын деп тұр ғой. Себебі ең үлкені ол О1. Себебі осы гипотенузаның рөлін атқарып тұр. Қараңыздар, бізде мынау 4 қой. Радиус, значит, мына жерге дейін 4 деген сөз. Ал мына радиус табу қажет. Мына жер радиус, ал мына жеріміз тоже 6 деген сөз. Сонда балалар бізде не пайда болды? Мынандай бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр, байқап тұрсыңдар. Так, мынау нүкте бізде О2, мынау нүкте О1, мынау бізде О. Так, О2 деген 4 қосылған R-ға тең. О1 бізде 10-ға тең, О2 О1 деген 6 қосылған R-ға тең. Енді Пифагор теоремасын қолданайық. Сонда 4 қосылған R-дің квадраты қосылған 6 қосылған R-дің квадраты бізде тең болу керек осы 10-ның квадратына. Так, балалар, мен енді осы жерден R-ді табуға тырысайын, Так, R-ді табуға тырысатын болсақ, так, мен 4 қосылған, 6 қосылған R тең болады екен осы 10-ның квадратына. Сонда балалар, біз бұл жерден R-дің мәнін 2-ке тең екенін біледі екенбіз. Міне, сонда бұл жерде кіші шеңбердің радиусы ол 2-ге тең оқушылар. Осылай біз біліп алады екенбіз оқушылар. Келесі 10-шы есеп. Так, 10-шы есепке қараңыздар. С нүктесі қиылысатын А1 диаметр мен В1 хордасы өзара перпендикуляр дейді. Егер осылай болатын болса, В1-ді тап дейді. Қараңыздар, бізде жалпы мынандай бір шеңбер берілген. Енді осы шеңберден балалар бізде айтылған А1 диаметр мен диаметр деген не тең еді балалар? Диаметр деген осы шеңбердің центрі арқылы өтетін кесінді. Былайша айтқанда ең үлкен хорда. Осы диаметр. Және В1 хордалары өзара перпендикуляр дейді. Жалпы мен мына В1 хордасын мен былай көрсетейін. Міне. Мына бізде В нүктесі, мына менде В1 нүктесі болсын. Қаршы. Енді айтылады. Қиылысатын нүктелер С болатын болса, мына С.
Сонда асы кесіндісі 4 дейді, ал с а1 кесіндісі ол менде 8-ге тең деп берілген. В б1-ді тап дейді. Хорошо, табайық. Енді қараңыздар, мынау менде О нүктесі ғой. О нүктесі ғой. Дұрыс па, балалар? О нүктесі болып тұр. Шеңбердің центрі ол бізде О нүктесіне тең. Енді жалпы АО деген және ОА1 деген олар бізде радиус емес па? Ал радиус деген диаметрдің жартысы. Сонда бізде диаметр деген неге тең? Ол АА1 ғой. Сонда АА1-дің жартысына тең. Ал АА1 деген 4 пен 8-дің қосындысы болып тұр ғой. Сонда 12 бөлінген 2 тең болар екен 6-ға. Сонда біз балалар радиустың 6-ға тең екенін біліп алдық қой. Түсінікті ғой. Сонда қараңыздар да, менде жалпы СА1 кесіндісі 8-ге тең ғой. Дұрыс па? Ал СА1 кесіндісі деген неге тең балалар? Ол СО мен ОА1-дің қосындысы болып тұр. Сонда 8 тең болады екен СО, ал ОА1 деген ол радиус. Ол бізде 6-ға тең болды жаңа. Сонда осы жерде біз СО-ның 2-ге тең екенін біліп аламыз ғой. Понятно, балалар? Сонда қараңыздар, мен мынаны былай өшірейін. Мен мынаны радиус 6-ға тең, ал СО 2-ге тең. Енді мен бұны бекерден бекерге тапқан жоқпын, потому что мыналар перпендикуляр деген. Енді мен О мен В-ны қосатын болсам, ол неге тең болады? Тоже радиусқа тең болады. Потому что балалар шеңбердің қасиеті бойынша шеңбер және оның сыртында жатқан бір кез келген бір нүктемен оның центрін қосатын болсақ, бұл бізде радиусқа тең болады ғой. Хорошо? Қараңыздар. Енді бізде радиус 6-ға тең емес па? Сонда бізде мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр балалар. Мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш. Мынау С, мынау О, мынау В. Мынау 6 СО 2-ге тең. Сонда біз осы жерде мына X-ті табатын болсақ, ол X бізде түбірдің астына 6-ның квадратынан 2-ның квадратына азайсақ, 4 түбір асты 2 шығады. Енді бұл тең де 2-ге бөлініп кетеді, мына центр арқылы. Сонда бізде жалпы В1 деген есептің жауап балалар. В1-ді тап деп жатыр ғой. Ол бізде В-сы мен С1-дің қосындысы. Значит, олар тең ғой. Сонда 4 түбір асты 2-ге 4 түбір асты 2-ні қосатын болсақ, біз есептің жауабы 8 түбір астында 2 шығады екен балалар. Міне, үшбұрышты жақсылап білуіміз қажет. Келесі 11-ші есеп балалар. 11-ші есепте не дейді табайық. Так, айтады. Арба дөңгелек диаметрі, арба дөңгелегінің диаметрі 40. Егер дөңгелек 200 айналған белгілі болса, арба қандай ұзындықта жүрді дейді. Ең алдымен арбаның радиусын табайық. Радиус ол диаметрдің жартысы ғой. Сонда 40 бөлінген 2 тең болар екен бізде 20-ға. Міне, радиусын таптық. Енді дөңгелек 200 айналған белгілі болса дейді. Ең алдымен балалар, дөңгелектің біз полный ұзындығын табайық. Мынау дөңгелек қой балалар. Бұл бір айналды деген сөз, бұл полный мынан ұзындығы бір жүрді деген сөз, дұрыс па? Сондықтан біз бұл дөңгелек бір айналғанда, балалар, дөңгелек бір айналғанда қандай ұзындықта жүретінін біліп алайық. Ол үшін бізге мына дөңгелектің ұзындығы қажет. Ол неге тең? 2πr. Сонда 2π көбейтілген 20, бұл жерде шығады екен 40π. Сонда мынау дөңгелек балалар бізде бір кругқа айналған кезде 40π жолда айналады екен деген сөз. 40π былай айналып шығады. Сонда осы дөңгелек бізде бір айналғанда 40π рет айналса, 200 рет қанша жол жүреді 200 рет айналғанда? Оны білу үшін біз балалар не істейміз? 200-ді осы 40π-ға көбейтеміз. 200-ді көбейтеміз 40π-ға. Сонда бұл жерде бізде шығады қанша балалар? Так, 800π шығады, жоқ, 800π емес. Так, 200-ді көбейтеміз 40-ға. Сонда бұл жерде шығады екен бізде 8000π. 8000π. Енді пи-ді 3,14 деп алды ең ғой. Сонда біз тең болады екен 8000 көбейтілген 3,14-ке. Так, менде осы 8000-ді 3,14-ке көбейтетін болсам, менде шығады екен балалар 25120 метр дейік па, не дейміз, метр деп те қойымызға болады екен. Сонда бұл дөңгелегіміз егер 200 рет айналатын болса, осындай бір жолды жүріп кетеді екен оқушылар. Келесі 12-ші есеп. Так, енді мына есепке қараңыздар. Жалпы радиустары 3 және 5 болатын екі шеңбер сырттай жанасады. Екі ортақ сыртқы жанамалар жүргізілген. Осы жанамалардың қиылысу нүктесінен үлкен шеңбердің центрына дейінгі қашықтық табыңыз дейді. Керемет есеп. Қараңыздар. Бізде жалпы мынандай бір балалар екі шеңбер жүргізілген. Так, екі шеңбер бар, иә? Так, олар қалай көрсетсек болады? Так, былай болсын. Так, қараңыздар. Мынандай бір үлкен шеңбер, бір кіші шеңбер болсын. Так, мынандай бір кіші шеңбер. Ой. Так, мынандай бір кіші шеңбер болсын балалар. И осыған сәйкес бұған бір үлкендеу шеңбер болсын. Себебі радиустар екі түрлі, біреу кіші, біреу үлкен. Міне, осына бір екі шеңбер болсын. Енді айтады, радиустар 3 және 5 болатын екі шеңбер сырттай жанасады. Міне, сырттай жанастырып қойдым балалар. Екі ортақ сыртқы жанамалар жүргізілген. Қараңыздар, сыртқы жанама деген міне былай ғой.
мына бір нүктеден шығатын жанамалар ғой балалар. Так, осы жанамалар қиылысу нүктесіне дейді, қиылысатын жері міне былай. Міне бір нүктеден шығатын екі жанама, міне былай жанамалар былай жанап кетеді. Так, енді мына жерде жанап кету керек еді енді әрине. Так, бұны что-то жанамай жатыр. Так, міне былай и былай жанап кете салсын. Түсінікті шығар, и мына жағымыздан былай жанап кетеді. Вот так, міне былай жанасын. Вот так. Осылай бізде екі жанама жүргізілген. Енді айтады, осы жанамалардың қиылысу нүктесінен, мына А нүктесінен үлкен шеңбердің центрына дейін қашықтық. Үлкен шеңбердің центрі мына О нүктесі. Енді қараңыздар, бізде мына жерге дейінгі ара қашықтық радиус қой. Ол үлкен радиус міне 5-ке тең. Келесі міне мына жерге дейінгі қашықтық ол неге тең балалар? Бұл жер менде О1 нүктесі болатын болса, бұл жерге дейінгі қашықтық кіші радиус ол 3-ке тең. Мына жерге дейінгі қашықтық 3-ке тең болып тұр, Так, енді бізде мына жерде қашықтық белгісіз. Осы жердің қашықтығы x керек қой, потому что бүкіл мына жерге дейінгі аралықты сұрап жатыр. Осы қиылысу нүктесінен, то есть бізден А, Оға дейінгі аралық қанша деп сұрап жатыр. Так, енді қараңыздар, біз балалар всегда жанама радиусқа перпендикуляр. Егер мен былай радиус жүргізетін болсам, мына жерде менде перпендикуляр бұл 3-ке тең болады. То же самое, мына жерде мен былай радиус жүргізетін болсам, тоже мына жерде менде 5, тоже перпендикуляр болады. Мына менде А1 нүктесі болсын, мына менде В нүктесі болсын. Так, немесе ол жерде біз С нүктесі деп алуымызға болады. Так, ол жерде біз С нүктесі деп алуымызға болады. Енді қараңыздар балалар, бізде жалпы мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр бұл есепте. Так, мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр. Мынау В, мынау О, мынау А. И потом, так, мына жақтан бізден бір какой-то бір О1 деген нүкте алынған балалар. Мына жерден бізден О1 деген нүкте алынғанда, и мына жеріміз С тоже перпендикуляр болып жатыр. Так, қараңыздар, мына жер 5-ке тең. О1 балалар, О1-дің ара қашықтығы 5 пен 3-тің қосындысы 8, дұрыс па? Ал О1А деген ол 3 қосылған x болып жатыр. ВС дегеніміз білмейміз, енді ВС деген қанша тең екен, мейлі олар тұра берсін. Ал О1С дегеніміз ол 3-ке тең. Енді балалар қарасаңдар, бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерде енді ұқсас үшбұрыштар пайда болып жатыр, Екі тікбұрышты ұқсас үшбұрыш бар. Мен бұны бекер былай сызыппын енді. Так, мен бұны былай сызайыншы балалар, сендерге чтоб түсінікті болу үшін. Так, сендерге бұл түсінікті болмай қалуы мүмкін. Так. Қараңыздар, менде жалпы мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болды да. Так, мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш. Мына нүктеміз бізде так. Так, мен бұны былай тік қылып қарайтын болсам. Мына нүктеміз бізде В, мына нүкте О и мынау А болып жатыр, Так, потом В нүктесі А, В-ның бойынан бізде мынандай бір С деген нүкте алынған, и вот былай. Мына жеріміз тош тік, мына С. И мынау О1, ВС дегеніміз, как обычно, ВС деген жоқ. А О1 деген бар ма? Так, А О1 бар, ол 3 пен x-ің қосындысына тең болып жатыр екен. Міне мынау x пен 3-дің қосындысына тең болып жатыр. Ал О1 деген 5 пен 3-дің қосындысы 8. Мына жеріміз 3, мына жеріміз 5. Байқасаңдар балалар, бізде екі тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Бірінші тікбұрышты үшбұрышымыз балалар, бізде кішігірім үлкендеу тікбұрышты үшбұрыш. Так, ол табаны бізде ВО, ол 5-ке тең. Ал бізде мына жоғар жағында АО деген неге тең? 3 плюс x пен 8-ің қосындысы, ол бізде так 11 плюс x болып жатыр. Екінші тікбұрышты үшбұрышымыз, осыдан кішкентай тікбұрышты үшбұрыш балалар, осыдан кішігірім, ол СО1 және А. Мына жеріміз 3 қосылған x, ал табанымыз бізде 3. Не істейміз? Кәдімгі үшбұрыштың ұқсастығы балалар. Үшбұрыштың ұқсастығымен жазсақ. Енді жазамын балалар, қараңыздар. Жалпы АО-ның АО1-ге қатынасы менде тең болу керек балалар. А бұрыштарына қарсы жатқан қабырғаларды аламыз. Сонда ол ВО-ға СО1-дің қатынасына дейміз. АО балалар ол менде 11 плюс x, АО1 балалар ол менде 3 қосылған x, ВО менде 5, мынау менде 3 болып жатыр. Так, енді өшірден біз пропорция орындап жүрсек балалар, жалпы бізде 33 қосылған 3x тең болады екен 15 қосылған x-қа. Так, 15 қосылған 3x-қа, то есть. Так, мынау менде 5x болып жатыр ма? 3x ба? Так, мынау менде 5x екен ғой балалар. Мынау 5x-қа тең болады екен. Так, пропорция орындадық. Так, енді мынаны былай жіберейік. Сонда мына жақта 18 тең болады екен 2x-қа. Значит, бұл жерде x-ің мәніміз балалар 9 екен біліп аламыз ғой. X тең 9-ға. Сонда мына АО деген берілген кесіннің ұзындығы неге тең? Ол менде қараңыздар О1 қосылған О1А-ға тең. Сонда АО-ның ұзындығы О1 менде 8, О1А деп жатқанымыз ол 3 қосылған x, x-ің орнына 9-ды қоятын болсақ, так 12-ке 8 қосақ бізде 20 шығады екен ғой есептің жауабы. Осы есептің жауабы. Келесі 13-ші есеп балалар. Так, 13-ші есепке қараңыз. Шеңбер екі қиылысатын хорда жүргізілген,
олардың қиылысу нүктесі арқылы 1, 2 және 6 болатын кесінділерге бөлінген дейді. Ал екінші хорданың ұзындығы 9-ға тең, екінші хорданың кесінділерін тап дейді. Қараңыздар, мынандай бір шеңбер берілген. Шеңбер екі қиылысатын хорда жүргізілген. Қараңыздар, бірі былай қиылысатын, екіншісі міне былай қиылысатын екі хорда жүргізілсін. Мынау АВ, мынау АСД нүктесіне жүргізілсін. Енді қараңыздар, олар бізден мынандай бір О деген нүктеде қиылыссын, олардың қиылысу нүктесі арқылы 1 дейді, 2 және 6 болатын кесінділерге бөлінсе дейді. Ал екінші хорда ұзындығы 9-ға тең дейді. Мысалы, СД-ның ұзындығы бізде балалар 9-ға тең болсын, Енді балалар, бізде СД-ның кесілетін атрестерін сұрап жатыр. Жалпы СО қаншаға тең және ОД қаншаға тең деп сұрап жатыр. Оны қалай білеміз балалар? Жалпы бізде мынандай бір формула бар. Жалпы екі қиылысатын осындай бір хордалар жүргізілетін болса, мына менде А, Б, мына жақ менде С, Д болатын болса, формула бойынша С мен Д-ның көбейтіндісі және А мен Б-ның көбейтіндісінде менде өзара тең болу керек. Осындай бір хордалардың осындай бір қасиеті бар қиылысатын кезде. Хорошо? Енді қараңыздар, мен СО-ны X деп алатын болсам, О-ды неге тең? О-ды ол мына 9-дан X-ті азайтқанға тең. Дұрыс па? 9 минус X болып жатыр. Енді формула бойынша жазайық. Жалпы АО-ға мен ОВ-ны көбейтсем, балалар, ол СО-ға ОД-ны көбейткенге тең болу керек. Сонда 2 көбейтілген 6 тең болу керек, X көбейтілген 9 минус X-қа балалар. Так, енді мен осы жерден X-ті табуға тырысайын. Жалпы 12 тең болады екен X, жалпы 9 азайтқан X. Сонда бұл жерде балалар, бұл жерде X-ін мән енді бойынша емес, бір сан шығып кетті балалар, ештеңе етпейді. 9 қосылған түбірасты 33 бөлінген 2. Енді сендерде онда есептер шықпайды жауапты. Бізде үшін X-ің мәні осындай болады екен. Сонда бірі СО менде қандай не болады екен балалар? СО-ның біздегі кесіннің ұзындығы ол бізде 9 қосылған түбірасты 33 бөлінген 2 болса, О-ды неге тең балалар? О-ды дегеніміз осы 9-дан X-ті азайтқанға тең міне. Сонда 9 азайтылған, 9 қосылған түбірасты 33 бөлінген 2. Так, сонда біз бұл жерден орындайтын болсақ, так мен балалар 9-дан азайтады екен, 9 қосылған түбірасты 33 бөлінген 2-ні. Сонда бұл жерде бізде шығады екен балалар, 9 азайтылған түбірасты 33 бөлінген 2 шығады екен. Осы екеуі балалар бізде жалпы есептің жауаптары болып жатыр. Хорошо? Келесі есеп. 14. Жалпы 14-ші есепке қараңыздар. Біз айтылады, радиустары 15 және 5 болатын екі шеңбер сырттай жанасады, және оларға ортақ жанамалар жүргізілген, жанасу нүктелерінің арасын қашықтығын тап дейді. Қараңыздар балалар, бізде жалпы бірі үлкен, бірі кіші шеңбер жүргізілген, бірі үлкен, бірі кіші, то есть шеңберлер бар. Міне, осындай екі шеңбер. Енді айтады, радиустары 5 және 15 екі шеңбер сырттай жанасады дейді. Сырттай жанасады, және оларға ортақ жанама жүргізілген дейді. Міне, ортақ жанама деген сөз міне былай жүргізіледі балалар. Так, міне былай, и міне былай жүргізіледі. Міне ортақ жанама 1, 2 және былай қиып өтеді. Енді айтады, так, мынау былай, и мынау былай болсын, Так, айтады балалар, жанасу нүктелерінің арақашықтығы. Қараңыздар, мынау А, мынау В болатын болса, осы АВ-ның ұзындығы неге тең деп сұрап жатыр. Енді біз білеміз ғой. Егер мен мынау О нүктесі, мынау бізде О1 нүктесі болатын болса. Қараңыздар. Так, мынау менде О1 нүкте болсын, Так, мынау менде О1 нүктесі болсын. Так, мен В мен О1-ді қосатын болсам, ол үлкен шеңбердің радиусы 15, ал А мен оны қосатын болсам, кіші шеңбердің радиусы 5 болады екен. Хорошо? Енді қараңыздар балалар. Жалпы біз О мен О1-ді қоссақ неге тең болады? Ол мынау радиустарының қосындысына тең болып жатыр ғой. Сонда балалар байқасыңдар, сендерде мынандай бір дүние пайда болып жатыр. Так, мынау былай, и так, мынау былай, и вот міне былай. Байқап тұрсаңдар. Мынау А, мынау В, ал мынау О1, мынау О. О1-дің ұзындығы 20 болып тұр, 5 пен 15-дің қосындысы. Мынау 5, ал мынаның ұзындығы жалпы балалар 15 деп берілген бізде. Сонда қараңыздар балалар, мен былай жасайын. Мен мынаны былай түсірсем, бұл мынандай бір В1 деген нүктеге тік бұрыш болып түседі. Дұрыс па? Сонда қараңдар да, мендегі міне мына жерім 5 болса, мына жерім тоже 5 емес па? Дұрыс па? Ал В1 15-тен 5 азайтқанға тең. Дұрыс па? Значит, ол 10. Ал АВ1 неге тең? АВ1 міне мына 20-ға тең болып тұр ғой, балалар өзара параллель. Сонда мына жерім менде 20. Сонда сіздерде балалар мынандай бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болады екен ғой. Қараңыздар. Бізде мынандай бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр. Мына бұрыш менде В1, мына бұрыш менде В, ал мына бұрыш А. Жалпы АВ1 деген 20, В1 деген 10. Осы жерде мына X-ті сұрап жатыр. Осы X қаншаға тең деп. Ол бізде түбірдің астына 20-ның квадратына 10-ның квадратын қосатын болсақ,
түбір астында 500 шығады балалар. Түбір асты 500 дегенде енді точно білмеймін, енді қалай түбірден шығару керек екенін. Қазір уақыт кетейін деп тұр, оны былай есептейін десем, сонда бізде балалар жалпы 10 түбір астында 5 шығады екен есептің жауабы. Келесі есеп 15-ші есеп болсын. Так, үшбұрыштың төбелері оған сырттай сызылған шеңбердің толық доғасын 1-дің, 2-ның, 3-дің қатынасына бөледі дейді. Осы үшбұрыштың ең кіші қабырғасы 4-ке тең, үшбұрыштың ауданын тап дейді. Қараңыздар балалар, жалпы бізде мынандай бір үшбұрыштың төбелері оған сырттай сызылған шеңбердің доғасын, міне осы үшбұрышқа сырттай шеңбер сызылған балалар. Мынандай бір А, мынандай бір В, мынандай бір С болсын, Сонда қараңыздар, А, В, С деген осы үшбұрыштың төбелері бар. А, В, С үшбұрышына осы сырттай шеңбер сызылады. Осы үшбұрыштың кіші қабырғасы 4-ке тең болса, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді балалар жалпы. Қараңыздар, оған сырттай сызылған шеңбердің толық доғасын, қараңыздар балалар, мына доғалар ғой бізде жалпы бөлініп қойған шеңберінің. Толық доғасын 1-дің, 2-ның, 3-дің қатынасына бөледі дейді. Енді қараңыздар, бізде кіші шеңбер, кіші қабырға 4 қой. Мысалы, мына кіші қабырға 4 болатын болса, значит, бұл кіші қабырға қарсы жатқан бұрыш, кіші бұрыш деген сөз. Мына кіші бұрыш болсын да, мына альфа. Значит, бұл кіші бұрышқа қарсы жатқан доға ең кіші доға дегенді білдіреді балалар. Хорошо? Енді сонда қараңыздар, бізде ең кіші доға мына 1 деп берілген. Значит, бұл x та. Келесі ортанша доға мына 2x болсын. Келесі үлкен доға мына 3x болсын да. Хорошо? Сонда бізде ең үлкен бұрыш мына А бұрышы екен, ортанша бұрыш мына С екен. Осы үшбұрыштың ауданын табу үшін енді бізге қабырғалар қажет, Енді білеміз ғой балалар. Жалпы үшбұрыштың доғасы, үшбұрыштың градустық өлшемі 360 градусқа тең. Сонда қараңдар, осы x қосылған 2x қосылған 3x-іміз бізде осы үшбұрыштың доғасының ұзындығы 360-қа тең болады. То есть градустық өлшемдері балалар. Хорошо? Енді қараңыздар, мен былай жасайын. Так, сонда бұл жерде бізде 6x тең болып жатыр 360-қа. Ал бұл жерде x тең болар екен, значит, балалар бізде 36 градусқа ғой. Так, дұрыс па екен, 360-ты мен 6-а бөлетін болсам, жоғай 60 шығады екен, бәсе 36 деп қателесіп кеттім. Так, 60 градус шығады екен міне. Сонда қараңыздар, ең кіші мынауы бізде 60-қа тең деген сөз ғой. Енді қараңыздар балалар, бізде жалпы мынандай бір жаңағы центрлік бұрыш деген дүниелер пайда болып жатыр осы жерде. Так, мына доғамыз, балалар, доғаның ұзындығы 60 екен, қайдан білеміз градустық өлшем, мына градустық өлшем. Қараңыздар, мына менде центрлік не болсын? Мына менде А, мына менде С болсын. Хорошо? Мына менде С болсын. Сонда асы қабырғасы бізде ең кіші қабырға ғой. Мына 4. Значит, бізде мына центрлік бұрышымыз бар емес пе, балалар? Мынау 60 градус деген сөз ғой. Осы 60 градустық доға дегенді білдіреді мына жеріміз. Сонда осы жер 60. Значит, балалар, қараңыздар, 60-қа, осы 60-қа бізде іштей бұрыш бар. Ол іштей бұрышымыздың самасы мына В-ға тең болып тұр бізде. Значит, осы В неге тең? Осы 60-ның жартысына тең ғой центрлік бұрыштың. Сонда ол мына жеріміз бізде 30-ға тең деген сөз. Міне мен мынаның 30 градусқа тең екенін біліп алдым, балалар. Хорошо? Енді келесі, мынау 2x дейді. Значит, бұл 120, мына 3x дейді, мына значит 180 деген сөз. Значит, қараңыздар, А бұрышы мына 180 дейді, 180-ның жартысы значит 90 деген сөз. Қараңыздар, келесі, мынау В, С бұрышы 120-ның жартысы, мына жеріміз значит бізде 60 деген сөз. Сонда балалар, қараңыздар да бізде мынандай бір үшбұрыш пайда болды. Бізде мынандай бір үшбұрыш пайда болды. Так. Так, мына бізде В, мына менде А, мына менде С. Мына бұрыш менде 30. Так, мына С бұрышы менде 60, мына бұрыш менде 90 деп берілген ғой. Так, енді мен бұны, давайте мен былай жасайыншы. Так, 60, 30, 90 деген тік бұрышты үшбұрыш пайда болып жатыр екен, Так, мен оны былай жасайын. Так, мына менде А, так, А, мына менде В, мына С. А бұрышы 90, В бұрышы менде 30, С бұрышы менде 60. В бұрышына қарсы жатқан қабырға 4. Бұл бізде гипотенуза менде ВС деген С болсын. Значит, бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы ғой. Ал 60 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысын түбірасы 3-ке көбейткенге тең. Енді бұл тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 2-ден 1, 2 катетінің көбейтіндісі. 2-ден 1, катеттер 4, түбірасы 3 көбейтілген 4. Бізде жалпы бұл жерден шығады екен, сонда тағы қанша балалар? 8, түбірасында 3 шығады екен. Есептің жауабы. Келесі 16-шы есеп. Қараңыздар, 4 түбірасы 3-ке тең хорда 120 градустық доғаны керіп тұр. Осы хордаға жүргізілген шеңбер ұзындығын тап дейді. Так, қараңыздар, бізде мынандай бір хорда бар. Мына хорда балалар. Мына менде какой-то бір АВ деген хорда. Осы балалар мынандай бір 120 градустық нені керіп тұр екен. Мына 120 градус екен, короче говоря. Примерно мына жер 120 градус екен. Осын керіп тұр екен балалар. Доғаны керіп тұр. Мына доға, значит, бізде жаңа айтқандай балалар 120 градус дегенді білдіріп тұр оқушылар. Енді
хорданың ұзындығы балалар бізде 4 түбір асты 3-ке тең. Біз енді шеңбердің ұзындығын сұрап жатыр. Шеңбердің ұзындығының 2 пи-р, значит бізге радиустар керек. Мыналар радиус қой как раз балалар. Дұрыс па? Радиус табу керек. Енді қараңыздар, бізде мынандай бір тең бүйірлі үшбұрыш пайда болып тұр ғой балалар. Қараңыздар, тең бүйірлі үшбұрыш. Мынау А, мынау В, мынау О. Төбесіне бұрыш 120 болатын болса, мына екі шетіне бұрыш бізде 30 деген білдіреді. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 беру керек. Хорошо? Енді қараңыздар, мынау біз былай істесек. Мен жалпы төбесінен табанына қарай биіктік түсірсем, бұл биіктік мысалы К нүктесіне түсетін болса, ол әрі медиана, әрі бисектриса екенін ұмытпауымыз қажет балалар. Значит, бисектриса болатын болса, мынау бұрыштарды қақ бөледі. Сонда 60 және 60 қылып бөліп тастайды екен. Ал КВ значит менде 2 түбір асты 3 және 2 түбір асты 3 болады екен ғой. Енді қараңыздар балалар, радиус бізде как гипотенуза болып тұр ғой. Мына үшбұрышқа қарайтын болсаңыздар, балалар, сіздер жалпы мына үшбұрышқа қарайтын болсаңыздар, бұл 60 градусқа қашықтықтың катет болып тұр, ал радиус как гипотенуза болып тұр. Білесіздер ғой балалар, КВ деген неге тең? Ол радиусының жартысын түбір асты 3-ке көбейткенге тең ғой. Түсінікті ғой, 60 градусқа қашықтықтың катет. Сонда КВ 2 түбір асты 3, радиус бөлінген 2 тең болады екен түбір асты 3-ке. Қысқарады. Біз ашы радиусын үшіден 4 екенін біліп алады екенбіз. Міне оқушылар. Значит, 2 пи көбейтілген 4 бізде тең болады екен 8 пиға оқушылар. Есептің жауабы 8 пи. Так. Келесі 17-ші есеп балалар. 17-ші есепке қараңыздар. Бір нүктеден шығатын жанама мен қиюшы сәйкесінше 20 және 40-қа тең. Қиюшының центрден қашықтығы 8 болса, дөңгелектің ауданы табыңыз дейді. Балалар қараңыздар, бізде жалпы мынандай бір шеңбер берілген. Және өшеден бізден бір нүктеден шығатын жанама мен қиюшы жазылған. Қараңыздар, бір нүктеден шығатын болса, мына А нүктесінен шығатын, мысалы менде мына жерден бір жанама жүргізілсін, А нүктесінен шығатын, және осы А нүктесінен мына жерден бір қиюшы жүргізілсін былай. Хорошо? Мына нүкте менде В, мына нүкте менде С болсын. Енді қараңыздар, жалпы осы қиюшының центрден қашықтығы міне мына жерден О нүктесінен, мысалы мына жерде бір какой-то бір С1 деген нүктеге дейін қашықтық бізде всегда перпендикуляр болады. Осы 8-де тең деп берілген. Так. Енді бізде нені тап дейді? Дөңгелектің ауданы. Дөңгелектің ауданын табу үшін бізде радиус қажет, соны ұмытпаймыз балалар. Так, енді балалар, давайте мен мына қасиетті қолдансам. Жалпы бізде бір нүктеден шығатын балалар, жалпы осындай бір жанама мен былай қиюшы берілетін болса, так.